Бүгін Әділет партиясының өкілдері Алматы қаласындағы трамвай депосының қызметкерлерімен кездесіп, оларды сайлау алды тұғырнамалармен таныстырды. 200 трамваймен қамтылған депо 1937 жылы ашылған болатын. Бастапқыда онда 700-ге жуық адам жұмыс істеген. Қазір депода жұмыс істейтіндер саны 80 адамға жетпейді. Қала бойынша 2 бағытта ғана трамвай қатынайды. Әділет партиясының өкілдері Алматының экологиялық жағдайын жақсарту үшін трамвай депосын қалпына келтіру қажет деп есептейді. Және осы бағытта біраз жоспар бар екендігін жеткізді. Болашақта қаламыздағы трамвай желісі 100 шақырымға дейін ұзарып, тіпті Талғар мен Қаскелең қалаларына электр көлігімен қатынау мүмкіндігі тууы ықтимал. Бұл жұмыстар қаланың трамвай желілерін дамытуға бағытталған 3 жылдық жоба аясында жүзеге аспақ. Депоның болашағы зор, алайда оның ұжымына қолымыздан келгенше көмек қолын созуымыз керек. Трамвай тиімді қатынас құралы. Қаламыздың экологиялық тұрғыдан таза болғандығын қаласақ, аталған көлік қатынасын дамытуымыз қажет. Мәжіліс депутаттығына өтер болсам, бірінші кезекте осы мәселені көтеремін. Қалалық басшыларға, республика басшыларына осы кісі арқылы өзіміздің ойларымызды, өзіміздің мүдделерімізді, өзіміз жағдайларымызды жеткізгіміз келеді. Алдағы уақытта үлкен бір проекттер келіп жатыр. Жылдам трамвай ЛРТ деген проекті қазір қолға алынып жатқан сияқты. Сондықтан солар тездетіп, мына біздің осы трамвайды бұрынғы өткен ғасырдағы дәуірге жеткізсе деген ойымыз бар, үмітіміз бар.